Қайырлы күн достар, бүгін ірімшіктен тамаша десерт дайындаймыз. Сырты қытырлақ, іші сондай нәзік, ал дәмін айтатын болсам, оны тек татып көру керек. Құрамы әрбір асханадан табылады, уақытыңызды да көп жұмсамайсыз. Алдымен жұмыртқаға қант пен тұзды қосып, миксердің жоғары жылдамдығында 3-4 минут шайқаймыз. Жұмыртқа ақшыл түске жетіп, көтерілгенге дейін шайқау керек. Сосын ірімшікті толық салып, миксердің төменгі жылдамдығында шайқаймыз. Тек араласса болғаны. Көп шайқап, көтеріліп тұрған массаны түсіріп алмаңыз. Енді ұн мен қопсытқышты араластырып, електен өткізіп, барлығын бірден қосамыз. Қасықпен араластырамыз, кішкене қолға жабысып тұрады. Қолымызға ұнды сеуіп алып, домалақ форма береміз. Тарелкаға да ұн сеуіп орналастырамыз. Пончиктардың барлығы бірдей шығып, әдемі болу үшін кішкентай қасықпен көз шамамен бірдей мөлшерде алып, осылай домалатып отырып форма береміз. Қуыруға үйдегі ең кішкентай кастрөлді алыңыз. Сонда кететін майдың мөлшері де көп болмайды. Майды жақсы қыздырамыз. Азғантай қамыр бөлігін майға салғанда, бірден бетіне шықса май қызды деген сөз. Енді пончиктарды абайлап шанышқымен майға түсіреміз. Домалатып отырып, барлық жағынан қызартып қуырып аламыз. Қуыру барысында отты басып реттеп отырыңыз. Сырты күйіп, іші піспей қалмауы керек. Піскен пончиктарды қағаз орамалға саламыз. Артық майы болса сіңіріп алады. Ірімшікті пончик өте дәмді, ауызға салсаң еріп тұр. Балаңыз ірімшік жемейтін болса, осы десертті дайындап беріңіз. Балаңыздың сүйікті асына айналатыны анық. Әдеттегідей рецепт ұнаса лайк басып, пікір қалдырыңыз. Ал мен сіздерге келесі жүздескенше деймін. Астарыңыз дәмді болсын.